20 жер сфералары деген не? Жердің қандай қабықтары болатынын білесің? Жердің әр қабығы неден құралатынын анықтайсың. Өзіңді қоршаған ортаның нысандарын ата. Жанды табиғат жансыз табиғаттан қалай ерекшеленеді? Өз өлкеңде қандай су қоймалар бар? Ауа қандай табиғатқа жатады? Екі суретке қарап сипаттап айт. Жердің 4 қабығы бар. Оларды сфера дейді. Коллажға мұқият қара. Әр қабыққа нелер жататынын ата. Әр қабықтағы нысандарға не ортақ? Бір сөзбен атауға тырыс. Бұл қабықтар қайда орналасады деп ойлайсың? Қайда орналасқанын ата. Суреттерге қара. Олар жердің қай қабығында орналасқан? Жердің қабықтарында тағы нелер орналасатынын ата. Біздің ғаламшарымыз 4 қабықпен қапталған. Атмосфера бұл ауа қабығы. Ол ғаламшарымызды айнала қоршап тұр. Биосфера өсімдіктер, құстар, аңдар, бунақденелер, су қойма жануарлары, сондай-ақ адамзат тіршілік ететін жер қабығы. Гидросфера жердің су қабығы. Ол мұхит пен теңіз, өзен мен көл суларынан тұрады. Литосфера жердің қатты қабығы. Ол жерді тұтас қаптап жатыр. Оған тау, дала, шөл, мұхит пен теңіз түбі жатады. Жер қабықтары бір-бірімен тығыз байланысады. Су тек мұхит пен теңізде ғана емес, атмосферада, бұлт түрінде, литосферада, жерасты суы түрінде кездеседі. Биосфераны мекендейтін тірі ағзалар жердің барлық қабықтарында тіршілік етеді. Көртышқан, құмырсқа, құрттар литосфераның үстіңгі қабығын мекендейді. Құстар мен бунақденелілер атмосферада ұшады. Ал гидросфера балықтар мен су сүтқоректілерінің тіршілік ортасы. Модель жаса. Жер сфералары қандай болады? Диалогтағы мәтін. Литосфера жердің қатты қабығы. Оның түсі қоңыр. Гидросфера су, сондықтан жолақтың түсі көгілдір. Ойлан. Негеш диаграмма көмегімен жер сфераларын бейнеледі. Ол сфералардың қандай ерекшелігін көрсетті? Диаграммадағы сөздер. Атмосфера, биосфера, гидросфера, литосфера. Есте сақта. Жердің 4 қабығы бар. Атмосфера, биосфера, гидросфера. Қабықтар бір-бірімен байланысты. Мысалы, биосфера, яғни тірі ағзалар гидросферада да, литосферада да, атмосфераның төменгі қабатында да кездеседі.